ата-ана тірі кезінде оның қызметі мен оның бір ауыз сөзіне құлақ асудан артық нәрсе болмайды. Барлығымыз ата-анадан дүниеге келдік. Сол баланың іші өтіп, киімін былғаған кезде мейлі әкесі болсын, мейлі анасы болсын, соның құйрығын жуып болғаннан кейін құйрығын сүйген жансыздар бәріміз. Сол құйрығын сүйген анамыздың, әкеміздің қолын сүйе алмай қалдық қой біз. Білмеймін неге екенін, не тәкаппарлық па, жоқ бір жібермейді әйтеуір қолын сүйейін десең, бір түрлі бір нәрсе болып тұрады бізде. Сол құйрығымызда сүйіп еді сол ата-ана. Осы мен өлсем өліп қалайын, осы аман болсын деп Құдайдан тілеп еді. Соның тілеген ата-анамыздың бір қолын сүю біздің өзімізден аттап кететін бір қиын жағдай болып қалды. Бірақ шариғатымыз ата-ананы тірі кезінде сыйлауға бұйырды. Дүниеден өткеннен кейін қолдан келген бір құран оқытып, бір ас суын беріп, жаңа апайларымыз айтқандай ағайын туған жора жігін жинап, алақан жайғаннан артық нәрсе болмайды. Осыны айта бергеннен кейін ба, кейбір жұлдыздар ата-анасының аяғын жуып, оны тек қана Инстаграм үшін ғана салатын болды. Сол үшін ғана жолдан болды. Бұл ел үшін емес, күнде болатын дүние еді. Ата-анамызды сыйлап, бала туылған кезде жылап туылады. Білесіздер ме неге жылайды? Ғалымдарымыз екі себебін айтады. Біріншісі, тап-таза туылған періште балаға шайтан жабысады екен. Бірінші себебі осы. Екінші себебі, бала ананың құрсағында тұрғанда тарсылдаған ананың жүрегін ғана естиді екен. Сол дүниеге шыққанда, сол жүректің дауысын естімей қалғанда шыңғырып жылайды екен, қайда сол жүрегінде? Сол дауыс қайда деп. Соның орнына көзін ашқан кезде дүниеде ең мықты еркек дейміз. Дүниедегі бүкіл барлық мынау ағашынан суды бізге танытқан ана болады. Сол бүкіл дүниені аяғының астына жығып берген бұл әке болады. Жоқ нәрсені аузына салып берген әке болады. Сол екеуі кеткеннен кейін тасқа жабысып, жерге жабысып жылаймыз, бірақ